Аса рақымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алла тағала пенделерінің ізгі амалдар жасап, сауапты істерді атқаруда ерекше ықылас танытулары үшін кейбір айлар мен күндерді басқаларынан артық етті. Қасиетті Құранның Тәубе сүресі 36 аятында: расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан 4-еуі құрметті айлар. Міне осы берік дін. Бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер деп айтылған. Аятта құрметті айлар деп айтылған айлар 4-еу. Олар Зулқағда, Зулхижжа, Мухаррам және Ережеп айлары. Осы құрметті айлардың үшіншісі Мухаррам айы. Мухаррам хижра жыл санағы бойынша ең бірінші ай. Бұл айдың артықшылығы турасында ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Рамазан айынан кейінгі ұстайтын оразаның ең абзалы Алланың айы, Мухаррамдағы ораза, деген имам Муслим. Мәшһүр Жүсіп бабамыз Нұх пайғамбардың тұңғышы, Сам деген баласы. Ғарап, Ғажам, сол Самның ұрпағы біреуі ай есебін ұстап, жыл басын Мухаррам деп санап, оны Ғашура күні деп мейрам қылып ұстап қалған, деп жазған. Мухаррам айының 10-шы жұлдызы Ашура күні деп аталады. Ашура араб тілінде 10 деген санды білдіретін ашара сөзінен шыққан. Кейбір ғалымдарымыз Ашура күнінің атауын Алла тағаланың ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, үмметіне 10 түрлі ерекше уақыттарды сыйлауымен байланыстырып, соның 10-шысы Ашура екендігін айтқан. Ол уақыттар мынадай: бірінші, Ережеп айы. Ережеп айының басқа айлардан айырмашылығы осы үмметінің басқа үмметтерден айырмашылығы сияқты. Екінші, Шағбан айы. Шағбан айының басқа айлардан абзалдығы ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, басқа пайғамбарлардан абзалдағы іспеттес. Үшінші, Рамазан айы. Рамазан айының басқа айлардан айырмашылығы Алла тағаланың құлдарынан айырмашылығы сияқты. Төртінші, Қадыр түні. Қадыр түні 1000 айдан хайырлы. Бесінші, Ораза айты. Ораза ұстағандардың сауабы берілетін күн. Алтыншы, Зулхижжа айының алғашқы 10 күні Алла тағаланы зікір ететін күндер. Жетінші, Арафа күні. Арафа күнінде ұсталатын ораза 2 жылдық күнәларға кәффарат. Сегізінші, Құрбан айт күні. Аллаға жақындататын рухани дәрежелердің көтерілетін күні. Тоғызыншы, Жұма күні. Күндердің мырзасы. 10-шы, Ашура күні. Ашура күнгі ораза 1 жылдық күнәларға кәффарат. Ибн Аббастан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мәдина қаласына келген кезде Ашура күні яһудилердің ораза ұстап жүргендігін көреді. Мұның қандай ораза екендігін сұраған кезде олар: бұл бір жақсы күн. Бұл күні Алла тағала Исраил ұрпақтарын дұшпандарынан құтқарғандықтан Мұса пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын, ораза ұстаған болатын, деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: сендерге қарағанда Мұсаға мен жақынырақпын, деп сол күні ораза ұстап, өзгелерге де ораза ұстауларын әмір етті, деп айтылған. Имам Бухари, Муслим. Мұсылман адам әр күнін жақсылық амалдармен өткізуге тырысу қажет екендігін белгілі. Алайда Ашура күні мынандай амалдарды атқару мұстақап деп танылады. Бірінші, ораза ұстау. Ашура күні ең басты амал ораза ұстау. Ғалымдарымыз Рамазан оразасы парыз болмай тұрғанда Ашура күні ораза ұстау уәжіп болғанын айтқан. Рамазан оразасы парыз етілгеннен кейін Ашура күнгі ораза сүннет боп қалды. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын,
Бұл күн Ашура күні. Ол күні ораза ұстауды Алла тағала сендерге парыз етпеді. Бірақ менің аузым берік. Ораза ұстағысы келген ұстасын, ұстағысы келмеген ұстамасын, деген имам Бухари. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, исламнан бұрын Құрайыш арабтары Ашура күні ораза ұстайтын. Ардақты пайғамбарымызда оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сол кездері ораза ұстайтын еді. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мәдина қаласына қоныс аударғанда өзгелерге де осы күні ораза ұстауды әмір етті. Кейінірек Рамазан оразасы парыз етілгеннен кейін Ашура күні ораза ұстамайтын болды. Бұдан соң осы күні қалағаны ораза ұстады, қаламағаны ұстамады, деген. Ашура күні ұсталған оразаның сауабы жөнінде ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ашура күні ораза ұстау арқылы Алла тағала өткен жылдағы кіші күнәларды кешіруін үміт етемін, деген имам Муслим. Сахаба Абдулла ибн Аббастан, Алла оған разы болсын, осы күні ұстайтын ораза жайында сұрағанда, пайғамбарымыз осы күнгі нәпіл оразаның қадірін өзге күндердегі нәпіл оразалардан артық санайтын, деп жауап берген. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тағы бір хадисінде, Ашура күні ораза ұстаңдар, яхудилерге ұқсамау үшін алдында бір күн және кейін тағы бір күн тұтыңдар, деген имам Ахмад. Ендеше Ашура оразасын ұстау сүннет, ал одан алдыңғы 9-шы не одан кейінгі 11-ші күнді қосып тұту мұстақап. Ханафи мазхабындағы атақты патуа еңбектерінің бірі болған Әл-Фатауа Әл-Хинди атты кітапта Ашура күнімен бірге оның алдыңғы Мұхаррам айының 9-шы күнін бірге ұстау сүннет, ал жалғыз Ашура күні ораза ұстау мәкрух делінген. Дегенмен өзге мазхабтарда жалғыз Ашура күні ғана ораза тұту мәкрух, іске саналмайды. Ибн Хажар Әл-Асқалани өзінің Фатхул Бари атты еңбегінде Ашура оразасы 3 деңгейлі, ең азы сол күнді ғана ораза тұту, екіншісі оның алдыңғы күнмен бірге қосып ораза тұту, ең көбі алдындағы және артындағы күндермен қосып 3 күн ауыз бекіту, деп жазған. Қисса Мұса пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын насихатына құлақ аспай, керісінше мен сендердің құдайларыңмын, деп мәлімдеген Перғауын бүкіл айлалары іске аспағаннан кейін Мұса пайғамбар мен оның артынан ерушілерге күш көрсетіп, сенімдерінен қайтармақ болады. Алла тағала осы кезде Мұса пайғамбар мен иман келтіргендерге Мысыр жерін тастап, басқа мекенге кетуді бұйырады. Мұны білген Перғауын алып әскерін жинап, Исраил ұрпақтарының соңына түседі. Перғауын әскері оларға жетуге шақ қалғанда, Мұса мен қауымы теңіз жағасына тірелген болатын. Бойларын үрей билеген халық не істерін білмеді. Алдарында түпсіз теңіз, арттарында қаһарлы әскер. Қасиетті Құранның Шуғара сүресі 61-62 аяттарында осы сәт. Екі топ бірін-бірі көрген кезде Мұсаның жанындағылар анығында бізді қуып жететін болды, деді. Мұса, жоқ, олай емес, ақиқатында Раббым менімен, ол маған жол көрсетеді, деп баяндалған. Осындай қиын жағдайда Алла тағала Мұса пайғамбарға аса таяғымен теңізді ұруды әмір етеді. Сол кезде теңіз екіге жарылып, әр бөлігі үлкен таудай болады. Мұса мен оның халқы ешбір қорқынышсыз теңізден өтеді, әскер де олардың соңынан жүреді. Иман келтіргендердің соңғысы жағаға аяғын басқанда, Алла тағаланың қалауымен теңіз қайта қосылып, Перғауын әскері теңіз түбіне батырылады. Суға батып бара жатып Перғауын: Исраил ұрпақтары мен иман келтіргендер, Құдайдан басқа Құдай жоқтығына иман келтірдім, дейді. Алайда жан алқымға келгендегі оның тәубесі қабыл болмайды. Алла тағала Перғауынның бұл сөзіне жауап ретінде: енді ғана сендің бе?
расында сен бұрын қарсы келген бұзақылардан болғансың. Сенен кейінгіге үлгі болуы үшін денеңді құтқарамыз. Расында адамдардың көбі аяттарымыздан хабарсыз деп айтқан. Юнус сүресі 90-92 аяттар. Осылайша әділдік зұлымдықты жеңіп, Алла тағала Мұса пайғамбар мен оған иман еткендер қауымды перғауымның зұлымдығынан құтқарады. Міне осы оқиға қасиетті Ашура күні орын алған болатын. Екінші, тәубе ету және истиғфар тілеу. Ашура күндері пенде бұрынғы жасаған күнәлі істері үшін жаратушы Алла тағаладан кешірім тілеп, тәубе етуі жөн саналады. Адам ата мен Хауа анамыз тыйым салынған жемістен жегеннен соң тәубе етеді. Алла тағала ол турасында қасиетті Құранның Бақара сүресі 37 аятында. Сонда адам оған Алланың сәлемі болсын, Раббысынан сөздер үйренеді де жалбарынып тәубе етті. Раббы оның тәубесін қабылдады. Өйткені ол тәубені өте қабылдаушы, ерекше мейірімді деп айтқан. Ғалымдарымыз адам пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын, тәубесінің қабыл болған күні осы Ашура күні екендігін айтқан. Ендеше біз де осы күні пендешілікпен біліп-білмей істеген күнәларымыз үшін арнайы кешірім тілегеніміз жақсы амал саналады. Ардақты пайғамбарымыздан оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Уа Алланың елшісі, Рамазан айынан кейін қай айда ораза ұстауыма кеңес етесіз деп сұрағанында. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Егер парыз Рамазан айынан кейін ораза ұстасаң, онда Мұхаррам айының оразасын ұста. Сол айда Алла бір топ адамның күнәларын кешірген, басқалардың да күнәларын кешіреді, деген имам Термизи. Икрима, Алла оған разы болсын, бұл аталмыш хадисті. Бұл хадисте Ашура күні жайында айтылуда. Сол күні Алла тағала атамыз адам пайғамбарды кешірді деп түсіндірген. Қатада Алла оны мейіріміне бөлесін. Біз өзара адам атаның тәубесі қабыл болған күн осы Ашура күні деп айтып жүретінбіз. Сол Ашура күні адам ата жер бетіне түсірілген деген екен. Кейбір ғалымдар Жүніс пайғамбардың да оған Алланың сәлемі болсын, тәубесі қабыл етілген күн осы Ашура күні екендігін айтқан. Ал хадистегі басқалардың да күнәларын кешіреді деу арқылы Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Ашура күні тәубені жаңартып, Алла тағаладан кешірім тілеп, истиғфарлар айту керектігін меңзеп тұр. Бұл Ашура күнінен өзге күндері де тәубе жасалынбайды дегенді білдірмейді. Дегенмен пайғамбарлар тарихына назар аударып, Алла елшісінің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтқан хадисіне мән берсек, Ашура күні тәубенің қабыл етіліп, күнәлардың кешірілуімен ерекшеленетінін ұғынамыз. Үшінші, мұқтаждарға садақа беру. Дінімізде қайырымдылықтың мақсатында мұқтаж жандарға берілетін ақшалай немесе заттай көмекті садақа деп атайды. Алла тағала қасиетті Құранның Бақара сүресі 2 аятында: олар ғайыпқа иман келтірді, намазды толық орындайды, өздеріне берген несібемізден Алла жолында жұмсайды деп сипаттаған. Садақа сөзі Құран тілінде әс-сидқу, яғни шыншылдық сөзімен түрбелес. Өйткені садақа адамның иманының шынайылығын дәлелдейді. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде: садақа дәлел деп айтуының себебі осыдан. Ал Ашура күні садақа берудің артықшылығы өте үлкен. Әмір ибн Әс, Алла оған разы болсын, Ашура күні ораза ұстаған 1 жыл бойы ораза ұстағанмен тең. Осы күні садақа берген кісі 1 жыл садақа бергенмен тең болады деген. Мұсылман адам Ашура күні де өзге уақыттарды да қолынан келгенше өзгелерге қамқорда жанашыр болып, қолындағы барымен бөлісе білуі керек. Алла жолында дүниесін жұмсап, садақа беруші зор сауапқа кенеліп, мал дүниесіне береке кіреді. Періштелердің өзі ол үшін дұға етіп, тілек тілейтін болады.
Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде: әр күні Алланың құлдарын оятатын уақытта көктен 2 періште түсіп, олардың бірі: «Я Алла, дүниесін сауапты істерге жұмсағандардың дүниесін толықтыр», десе екіншісі: «Я Алла, сараңның ісін опат қыл», дейді, деген имам Бухари, Муслим. 4. Отбасы мүшелеріне қуаныш сыйлау. Отбасының береке бірлікте татуда тәтті өмір сүруі үшін әрбір отбасы мүшесі атсалысуы қажет. Ол үшін өзара сыйластық, жылы қарым-қатынастан да бөлек отбасы мүшелеріне ерекше көңіл бөліп, оларды қуантатын арнайы күндер болғандығы жақсы. Осындай отбасылық қарым-қатынасты нығайтып, өмірлік жарымызды, балаларымызды қуантуымыз қажетті болған күндердің бірі Ашура күні. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім Ашура күні әйел бала шағасына кеңшілік жасаса, Алла оған жыл бойы кеңшілік жасайды, деген имам Байхақи. Кеңшілік жасау дегенді дәмді тойымды тамақ әзірлеу, сыйлық беру сияқты сауапты істер түсініледі. Ғалымдарымыз Ашура күнінде отбасына кеңшілік жасауды мұстақап амалға жатқызады. Суфьян ибн Гуайна, Алла оны мейіріміне бөлесін: біз бұл іске 50 жылдан бері амал етіп келеміз, әрі одан жақсылықтан өзгені көрмедік, деген. Тағы бір сөзінде ризық несібеміздің артқанын көрдік, деп айтқан. Пайғамбарлар тарихына үңілсек, Нұх пайғамбарымыздың топан судан құтылуы, Жүніс пайғамбардың балықтан қарнынан шығуы, Ибрахим пайғамбардың отқа жанбауы, Жақып пайғамбардың ұлы Жүсіппен қауышуы, Жүсіп пайғамбардың құдықтан шығуы, Аюб пайғамбардың дерттен құтылуы сияқты бір қатар оқиғалар осы Ашура күні болған делінген де деректер кездеседі. Мұсылман адам Алла тағаланың мейірімділігі мен кеңшілігіне шүкіршілігін білдіріп, осы күні өзі де, отбасы мүшелеріне де, жақындарына кеңшілік жасап, оларды қуантуы жақсы іс саналады. Ашура күні ізгілік амал жасаудың сауабы артық болғандағы сияқты, бұл күндері тыйым етілген істі жасаудың да күнәсі ауыр. Алла тағала қасиетті Құранда бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер деп айтқан. Тәубе сүресі 36 аят. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, былай дейді: негізінде Алла тағала айлардың барлығында күнәлі істерді жасаудан тыйды. Әсіресе 4 құрметті айларда күнәлі істерден сақ болуымызды бұйырды. Себебі ол күні күнәлі істің күнәсі ауыр, әрі ізгі амалдың да сауабы мол, деген. Нәпіл ғибадаттар парыз амалдарымыздан кеткен кемшіліктердің орнын толықтырып, пендені жаратушысына жақындатып, оның сүйіспеншілігіне бөленуіне себепші болады. Алла тағала Қудси хадисте: пендем маған жақын болу үшін не істесе де, олардың маған ең сүйкімдісі оған парыз етілген амалдарым. Сонымен қатар, пендем маған нәпіл құлшылықтармен жақындайды да, мен оны жақсы көретін боламын, деп айтқан имам Бухари. Ендеше біз де Ашура күні Алла тағаланың берген нығметтеріне шүкіршілік етіп, нәпіл ораза ұстап, қайырымдылық істер атқарып, шамамыз келгенше жақсылық амалдар жасап қалуға тырысайық. Алла тағала Мұхаррам айында Ашура күнінде жасаған құлшылықтарымызды, ізгі істерімізді, дұға тілектерімізді қабыл алғай. Әмин.